Күнделікті адам организмінің әрбір салмағына 0,1-0,17 мг темір қажет екен. Сондағы темірдің басты мақсаты не? Темір эритроциттердің құрамындағы гемоглобинге кіріп, оттекті тасымалдауға көмектесіп, нәтижесінде энергия түзуге қатысады екен. Ал организмде темір жетіспейтін болса, опять-таки, эритроциттердің құрамындағы гемоглобин дұрыс түзілмейді, организмге оттек дұрыс тасымалданбай, энергия жасауы қиындайды екен. Нәтижесінде темір тапшылықты анемия пайда болады. Бұл дәрігердің күнделігі рубрикасы екінші шығарылым. Ал дәл талай пайдалы білімді бірге алатын боламыз. Сол себепті шығарылым жасап, парақшаға тіркеліп, видеоны достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Ағзада темірдің екі түрі кездеседі. Ол еківалентті темір және де үш валентті темір. Еківалентті темір ет тағамдарының құрамында көптеп кездессе, үш валентті жеміс жидектер мен көкөністердің құрамында болады. Нормада үш валентті темір ағзаға түскеннен кейін асқазанның қышқылды ортасы арқылы еківалентті темірге айналып, екеуі бірге организмге сіңіріліп, ары қарай қызметтерін атқарады. Темір тапшылықты анемияның туындау себептерін тоқталар болсақ, алғашқысы тағам мен темірдің жеткіліксіз түсуі, ашығу, диета, вегетарианство кезінде байқалады. Екіншісі ішектері темірдің сіңірілмеуі, синдром короткой кишки, темірдің организмнен көптеп шығып кетуі, созылмалы қансыраулар кезінде көрсе болады, геморрой, обильді менструация, өкпе, асқазан аурулары. Төртіншісі темірдің көп деңгейде тұтынылуы, жүктілік, пубертаттық кезең бұлшықеттерді өсіру кезін мысал ретінде көрсетсе болады. Бесіншісі, ұзақ уақыт бойы организмге сыртқы орта факторларының әсер етуі. Оларға ауыр металл тұздарымен улану жатады. Достар, бұл темір тапшылықты анемияға арналған видеоның алғашқы бөлімі. Екінші бөлімде